Сәлем достар, Талим-Про арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте маңызды әрі қызықты тақырып бұл жастардың ішіндегі мамандық таңдау, психологиялық қолдау туралы және ішкі сенімсіздік жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі кештің қонағы СДУ университетінің психологы Сүйрік Аймұратқызы. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға, келгеніме өте қуаныштымын. Енді сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Ағаке айтқандай, менің есімім Сүйрік Аймұратқызы. Негізі психология саласына жүргеніме 7 жылдан асып келе жатыр. Қазіргі таңда 3000-ға жуық консультация жасадым, 8 курстың авторымын және соңғы жыл осы СДУ университетінің шақыртуымен осы СДУ төңірегінде өз тәжірибемді одан бетер шыңдап келе жатырмын. Бізді қызықтыратын сұрақ, ол неліктен дәл психологияны таңдадыңыз? Неліктен? Себебі көбінесе психологияға адам қалай келеді, өзінің белгілі бір қиыншылықтарымен келеді. Менде сонау 7-8 жыл бұрын белгілі бір жастық кризистан, қиыншылықтардан өтіп жатқан кезде осы психологияға қызыға бастадым және өзімнің шипамды сол жерде тапқандықтан бәлкім барша қазақ қоғамына, Қазақстанға осы арқылы көмектесе алатындығымды сезіндім. Яғни ішінде жүріп өз миссиямды таптым деп айта аламын. Кішкене жеке сұрақтар. Сіз бала болғанда кім болуды армандадыңыз өскенде? Шынымды айтатын болсам, мені 90-шы жылдар туылған адамдар бәлкім түсінер. Ол кезде бізде қазіргі зумер поколениясына қарағанда миллениалға жақын поколения көбірек түсінер. Бізде өте қатты ашаршылық болды, өте қатты қиыншылық болды. Шынымды айтсам, бұлай армандау деген нәрсе қатты болмады. Алайда бір ғана нәрсе армандайтынмын, ол үлкен сандықтан көп ақша тауып алсам, сол ақшаны ата-анама берсем, и ата-ана бізге көбірек көңіл бөлсе екен деп, көбірек внимание берсе екен деп. Яғни көбінесе осы нәрселерді армандағандықтан қазір балаларға, кез келген адамға вниманияның қаншалықты маңызды екенін түсінген деймін. Сондықтан осы миссия төңірегінде адамдарға осы эмоциялық интеллекттің маңыздылығын жеткізу арқылы в какой-то степени өз арманымды орындадым деп айта аламын. Сіздің оқуыңызға келетін болса, қай университет бітірдіңіз? Қалай бітірдіңіз? Өзім негізі СДУ түлегімін. СДУ университетінде 6 жыл оқыдым. Алайда ол мамандықпен жұмыс жасамадым. Және де одан кейін бірден переквалификация жасаған болатынмын. Яғни Польшада өзімнің психология саласына ұнағандықтан сол салада бірнеше переквалификациядан өттім. Және де қазіргі таңда осы СДУ университетінде қайта келгенде уже өз ісімнің профессионал ретінде қайтып келуі мүлдем басқа эффект береді екен. Бұрын студент болып жүрдім 6 жыл, одан кейін 7 жыл перерыв, қайтадан келген кезде шынымен мүлдем басқа бір осознаниялармен, мүлдем басқа бір профессионализммен келгеніме өте қуанамын. 6 жыл оқыдым дедіңіз, осы 6 жыл оқу барысында мен дұрыс шешім қабылдадым ба, дұрыс таңдау жасадым ба деген ойлар болды ма? Әрине, өте көп мазалады. Себебі жалпы негізі мамандыққа түсу барысына қарайтын болсақ, өзім көбілеріңіз түсінеді деп ойлаймын, грант қайда бар деген немен таңдалған болатынмын. Көбінесе осы 125-тен 124-123 алғаным есімде. Соған қарамастан СДУ-ды таңдадым. Себебі бұл жердегі атмосфера, бұл жердегі мүмкіндіктер өте қатты ұнады. Алайда келгеннен кейін біраз кішігірім бір разочарование дейді ғой, сондай нәрсе болып қалды. Себебі маған түскен мамандығым мүлдем ұнаған жоқ. Мен 100% білдім, мына мамандықпен мен точно жұмыс жасамаймын деп. Алайда сол периодта өзімді іздеу барысында болдым. Соның арқасында психологияны таптым деп ойлаймын. Яғни егер артқа шегінсем және де 6 жыл босқа өтті ма десем, босқа өтпеді деп ойлаймын. Себебі тек қана оқыған жоқпын. Өзімді табу барысында, мысалы, клубтар президенті болдым, жатақханада директор болдым, тағы бір мәселелермен жұмыс жасадым. И соның арқасында өзімнің қоғамға осылай әсер ете алатындығымды көре алдым. Жалпы университет психологы ретінде сіз нақты немен айналысасыз? Университет психологы ретінде көбінесе жасалынатын шараларға қарайтын болсақ, әрине ең бірінші көп кететін уақытым ол студенттермен жеке консультация жүргіземін. Одан бөлек мұғалімдер келуі мүмкін, сотрудниктер келуі мүмкін, оларға жеке консультация. Одан бөлек неше түрлі семинарлар, тренингтар, қазірде мысалы семинарлар жасап келе жатырмыз дегендей. В общем, психолог ретінде жасайтын жұмыс өте көп. Университетте көбінесе уақытым солай өтеді. Маған мынандай сұрақ қызық болып тұр. Негізі көбісі психологқа баруға қорқады, оны білетін шығарсыз. Андай ұстанымдар қалып қойған, психологқа бару дұрыс емес, бәрі жақсы болады, өміріңді қиындата берме деген. Бірақ соған қарамастан нақты санын білім келіп тұр. Қаншама студент сізге келеді шамамен? Шамамен алатын болсақ, өте қызық сұрақ, және де қазір мені таңғалдырған нәрселердің бірі, қазір общий айтып өтейін, сұрағыңызға жауап, сосын қызық нәрсені айтамын. Негізі көбісі қазіргі поколенияға өте ризамын.
олар қорықпайды көбінесе өзінің әлсіздігін мойындауға. Мына кісі көмектесе ме, жарайды, барам сұраймын деген сияқты нәрсеге олар өте ашық, бұрынғы поколенияларға қараған кезде. Сондықтан келетін адам саны өте көп деп айта аламын. Мысалы, менде предзаписте көп студенттер бар, мен өзім жетіп үлгермеймін. Мысалы, қалай санмен айта алмайтын шығармын, процентажбен де айта алмайтын шығармын, бірақ қызығушылық өте көп, келгісі келеді деп айта аламын. Бірақ әрине көбісі конфиденциально болған қалайды, ешкім білмесе деген секілді. Және мені қызықтырған осы факт, жаңағыдай ұлдар келмейді деп ойлаймыз көбінесе, тек қыздар ғана келетін секілді. Бірақ ұлдар да өте көп қызығады, қазіргі поколенияда өздері жазады, тіркеледі, проблемаларын айтады. Мен сол нәрсеге де қатты қуанып жатырмын. Яғни қоғамдық дәрежеде өте жақсы бір өзгеріс байқалуда. Күшті. Неожиданно. Келесі сұрақ, ол жаңағы студенттер чаще всего қандай мәселемен келеді сізге? Көбінесе қазіргі ең үлкен проблема адамдар барлығын интернетпен, соткамен шешкендіктен көбінесе социумен қарым-қатынаста проблеманы өте қатты байқаймын. Мысалы, жатақханада тұрам, бірақ құрбым жоқ деп айтып жатады. Мысалы, немесе группада өзімді жалғыз сезінем, менің тарапыма буллинг сезінем деген нәрселер қазіргі таңда өте көп бар, өкінішке орай. Және де одан бөлек отбасылық мәселелер де бар. Ата-анам мені қабылдамайтын секілді, түсінбейтін сияқты, мысалы, сабақтан өте алмай қалған болуы мүмкін, фейл алған болуы мүмкін. Өте қатты уайым өте көп, яғни көбінесе сол социумен қарым-қатынаста қазіргі проблема көбеюде. Сіздің жұмысыңыз ол тікелей адаммен байланысты. Жастармен жұмыс істеудегі ең қиыны? Жастармен жұмыс істеудегі ең қиыны қазіргі таңда мен өте қызық нәрсе, мысалы мен неше түрлі жастағы адамдармен жұмыс жасадым. 50 жастағы кісілер де келеді консультацияға, 40 жастағы, 60, 30. Бірақ именно студенттермен, яғни зумер поколениясымен жұмыс жасаған кезде өте қызық бір ситуация болды. Менде график өте тығыз. Предзаписпен адамдар күтеді 2-3 апталап. Қызық жағдай, 2-3 апталап күтеді, маған жазады, қашан босайды деп. Мен қоям уақытын, сөйтіп жұмысқа келем. 9-дағы студентім ұмытып кеткен, ұйықтап қалған. 10-дағы студентім тоже то ли ұмытып кеткен, то ли бір нәрсе, 11-дегі студентім де жоқ. Сөйтіп 3 сағатым босап қалған. То есть қазіргі поколениямен жұмыста мен осы нәрсені айтар едім. Себебі өзім миллениал болғандықтан бізде более жауапкершілік сезімі, уақытылы келу, міндетті түрде жауапкершілікпен қарау деген жоғары болғандықтан бұл нәрселермен кішігірім қиналдым, бірақ қатты қиналдым деп айта алмаймын. Ол 3 сағатты бәрі басқаша толтырамын. Алайда осы нәрсеге адаптация керек екендігін түсіндім. Сондықтан қазір уже 2 жоспар қоям. План А консультация, план Б онда былай істеймін дегендей. Сіздің жеке тәжірибеңіздегі ең әсерлі және есте қалған бір жағдаймен бөлісе аласыз ба? Жеке тәжірибемде ең әсерлі, есте қалған нәрселердің бірі ол адам есімде бұрынның барлығы негізі бүкіл консультациялар конфиденциально өтеді ғой, алайда бір ситуация болды, және ол қыз өзі рұқсатын берген бөлісуге. Келіп бірден маған айтқан болатын, мен 100% немін ЛГБТ бойынша қыздарға ғашықпын деген сияқты қыз айтып отырды. Өте қызық бір ситуация болды. Неге бұл қыз 100% сенді отыр? Кім айтты екен деп ойланып сұраған кезде маған бұл диагнозды ChatGPT қойып берді. 2 жыл бұрын дейді. 2 жыл бойы өзін сондай ұстанып, сол позицияда кіріп кетіп, сонымен өмір сүрген екен. Яғни бұл жақта күлгің де келуі мүмкін, алайда аянышты да бір жағдай бар. Себебі өте қатты ChatGPT-дің немесе жаңағыдай интернеттің әсерін көреміз да. Адам фильтр жасамай, соған сенген, және де 2 жыл бойы қыздарға ғашықпын деп сондай әрекеттер жасап, солай жасап жүрген. По факту өзім психолог ретінде бірнеше сұрақтар арқылы, тесттер арқылы біле аламын ғой, шынымен де ол сондай ма, олай емес па? Негізі олай болмай шықты. Негізі да, и ол 1-2 сеанста шешіле түсті. Алайда қаншалықты қатты әсерін тигізді ойлаңызшы, мысалы сол қызға.
деп сол нәрсе мен үшін өте аянышты жағдай болды, және де қазіргі таңда мен барлығына осыны айтар едім, ChatGPT-ді психолог ретінде қолданбасаңыздар деп. Себебі ол бәрібір толыққанды контексті білмейді, тек қана сіздің айтқаныңызды ғана интерпретация жасап, соны ғана бүйтіп әдемілеп саған ұнайтын форматта шығарып береді. Ал соның кесірінен қазір тіпті Гарвард университетінде, Стэнфорд университеттерінде өте мықты зерттеулер жүргізіліп жатыр. Бір ChatGPT-дің кесірінен, AI-дің кесірінен, яғни сондай сөйлесудің кесірінен психолог ретінде өте көп отбасы ажырасуда. Себебі ChatGPT айтады, ондай жігіт па? Болды, қаш, ол нарцисс, ол абьюзер, болды, одан үміт жоқ, қаштан деген сияқты. Иә, сен бақытты болуға лайықсың деген өте саған ұнайтын сөздерді айтады да. И жаңағы қызда да солай, скорее всего, болған. Иә, сен сондайсың деген сияқты более сондай көбінесе қолдап шығады ChatGPT міндетті түрде. И өкінішке орай өте көп отбасылар ажырасуда, және де бір ситуация болған, оны Стэнфорд университеті көрсеткен болатын. Адам ChatGPT-дің несімен, ақылымен секіріп қайтыс болған дегенде, мысалы, то есть тоже бір өте үлкен не деп ойлаймын, бұл нәрсе біздің қоғамға әсер етіп жатқан, абай болуымыз керек нәрсе. Қызық. Сіздің психолог болам деп нақты шешім қабылдағаныңыздың бір себебі, бір сөзбен айтып. Бір себебі, бір сөзбен айтсам, ол бақытты болу және басқалардың бақытына көмектесу. Сіз басқаларды бақытты қылам деп, өзім бақытты болам деген. Жоқ, мен мына нәрсені түсіндім. Көбіміз қателесеміз негізі. Бізді Инстаграмның жылтыр әлемінде мынандай нәрсе бар. Егер көп ақша тапсам, бақытты болып кетемін деген бір иллюзияда адамдар өмір сүреді. Мына кісі керемет бір көлік айдайды, осы кісі бақытты шығар деген бір иллюзияда өмір сүреміз. Немесе мына кісі күшті бір үй сатып алыпты, мен де осындай үй алсам, сол кезде мен бақытты боламын деген бір иллюзияда өмір сүреміз. Мен керісінше жоқ, бақыт ода емес деп айта аламын. Себебі психолог ретінде маған қазір бірнеше миллиондық оқырмандар бар, блогерлар да келеді консультацияма, бірнеше миллиондық доходы бар, нелер де келеді, отбасылар да келеді отбасылық терапияға. Мен сенімді нақты айта аламын, бақыт ода емес екендігін, және бақыттың дәмін осы терапия арқылы адамдар сезінсе екен деймін да. Бұл нәрсе жай ғана өмірде, жай ғана әрбір сәттен сезе алуға болатындығын. Мен өзіме шипа ретінде осы нәрселердің барлығын терапияда тапқандықтан, оны да басқаларға транслировать еткім келеді, оларға бергім келеді. Сондықтан мен ойлаймын, осындай қазіргі мысалы Инстаграмда жылтыр бір әлемде өмір сүріп жатырмыз, облизанная обложка, барлығы там идеально, у всех там iPhone 17, сондай бір картинаның ішінде ерекше ойланалатын тұлғалар да болса екен деймін да. Жоқ, бақыт ода емес. Бақыт негізі ішкі сенің сезімдеріңде, өзіңді байқай алуыңда, өзіңді сезіне алуда деген секілді. Сондықтан миссиямыз өте биік, және де қиын болса да осы салада жылжуды таңдадым. Сіз өзіңіз мамандығыңызды жақсы көресіз бе? Әрине, өте қатты жақсы көремін. Мысалы, қазір подкаст түсіріп отырмыз да, немесе семинарларға шақырса да, қай кезде де бүкіл жаныммен қуана барам. Себебі бұл нәрселердің барлығы көпшілік білу керек деп ойлаймын. Сондықтан 100% айта алам, қуана жасап жатырмын деп. Сіз қазір өзіңіздің 17 жасар версияңызға барып, не айтар едіңіз? Өте күшті сұрақ. Өзім сол 17-18 жасар қыздармен де көп жұмыс жасаймын, қазіргі таңда студенттер. Олардан қарап отырам да, алатын нәрсем көп екен, сүйрік деп өзіме де түртіп отырам. Олардан ұнайтын нәрсені, мысалы, біздің кезде бәлкім олай болмаған еді деп, біздің кезде деп үлкен кісі сияқты сөйлеп отырмын. Алайда шынымен де бұл рас нәрсе, белгілі бір не поколение айырмашылықтары бар. Сондықтан 17 жасымда мен айтар едім, еш нәрседен қорықпа, өте көп мүмкіндіктер алдыңда болады. Сол мүмкіндіктерді қолдануға және де өте ашық масштабтарға шығудан қорықпа деп. Себебі менің 17 жасымда ол мүмкіндіктер болды. Қаншама шетелдік университеттерден шақыртулар келді мысалы. Алайда мен өзіме түсінікті бір жолды таңдадым. СДУ түсінікті, университет понятно, түсінікті деген сияқты безопасностьті көбірек таңдадым. Ал 17 жастағы сүйрікке айтар едім, қорықпа, қай жерге барсаң да сен ол жерді өзіңе безопасно жасай аласың деп. Баса бер деп. Иә, баса бер деп. Жақсы. Онда келесі профориентация жайлы сөйлескім келіп тұр.
қазір өте өзекті тақырып ол Әрине. балалардың мамандық таңдау барысындағы қиыншылықтары. Қалай ойлайсыз, неге қазір ондай не бар? Қорқыныш, көп сұрақ қойылады ол. Потому что бірінші себеп ол қазір таңдау көп болған сайын адамда өте қиын. Себебі мысалы 4-ақ мамандық бар, біреуін таңда десең, мынау ұнамайды, онда мынау дей саласың мысалы. Қазір 40 емес, тіпті 80-ге жуық неше түрлі мамандықтардың түрлері бар да. Ар жаққа кете бересің, там таргетолог, SMM, там анау деп тіпті онлайн форматта. Біріншісі сол қиыншылық тудыратын таңдаудың көп болуы. Екіншісі, біз бұрынғы ғасырлармен, бұрынғы кездермен салыстырған қарағанда қазір информационный әлемде өмір сүреміз, және де біз біреуді көре аламыз. Анау ананы таңдады, ол бақытты. Мынау мынаны таңдады, ол бақытты. Может, мен мынаны таңдаймын, может, мен мынаны таңдаймын дегендіктен адамның өзінің шынайы мақсатын ұмыту бар да. Өзім не қалаймын деген сұрақ жоқ. Басқаның өмірін сүргісі келеді. Қызығады, маған не керек? Анау күшті 17 жасында мамасына көйлек алып беріпті. Мынау 18 жасында уже 2 этажды үй сатып алып жатыр, коттедж. Онда мен осы жолмен барайын деген сияқтының ғана айналасында жүреді да адам. Соның кесірінен адам өзін тыңдауды ұмытып кетіп жатады. Сондықтан мен айтар едім, осы нәрселерде көбінесе өзіңізге үңілу керек деп. Одан бөлек, негізі бұрынғы жастармен салыстырғанда, бұрындарды сұрасаң, сен не қалайсың деп, ол айтылады. Мысалы, мен мынандай бармандаймын, осындай кітап жазғым келеді, анда барғым келеді деп. Бірақ қазіргі зумерлардан да кейінгі поколениядан сен не қалайсың деп сұрасаң, жауап бере алмайды, неге? Себебі бізде өкінішке орай айтып жатырмын ғой, балалар интернеттің тәрбиесін көбірек көріп жатыр. Бұрын мысалы армандап, жаңағыдай ата-анамен кішкене контакт болса, қазір больше мультиктар көреді, больше жаңағыдай дорама көреді, өсе келеді. Мысалы сериал қарайды, одан кейін скроллинг бар, біздің 2-3 сағаттап өтіп кететін уақыттарымыз дегендей. И сондықтан сол өте қатты әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Алайда соның кесірінен деп өзімізді лақтырып қоймай, соған қарамастан әрбір тұлға өзін табу керек деп ойлаймын да, тану керек деп. Еще жастардың өмірінде бір маңызды орын алатын ол ата-ана. Қалай ойлайсыз, ата-ананың сондай психологиялық қысым жасау әсері баланың тағдырын шешіміне қатты әсер тигізе ме? Әрине, өте қатты тигізеді деп айта аламын, 100%. Себебі бұл жерде бала үшін ең маңызды 2 әлем бар, ол әкесінің әлемі және анасының әлемі. И ол 2 әлемнен артық секіріп түсе алмайды, 2 әлемге ғана қарап отырады, менің әкем мынандай, анам мынандай дегенде одан артық секіре алмайды. Сондықтан ата-ана егер қысым көбірек көрсететін болса, бала өкінішке орай бұл жерде бала экзамен тапсыратын кезде сконцентрированный болу керек қой мысалы. Бірақ егер ата-анасы қысым көрсете беретін болса, салыстыра беретін болса, анан қараш мынау күштірек деп тіпті әпкелі сіңлілерді салыстырып атады, немесе кімдерді салыстырып атады, там башқа көршілердің балаларымен, басқалармен да, сыныптастармен. Ол кезде адамның миында префронтальная кора бар және амигдала бар да, көбінесе эмоцияға жауапты амигдала қосылып кетіп жатады. И соның кесірінен бала экзаменге бүйтіп беріліп жасалудың орнына көбінесе не істейді, стрессте болады, дайындала алмайды, фокус жоқ дегенде неше түрлі қиыншылықтардан бала өзімен өзі өтіп жатады. Сондықтан айтар едім, бұл кезде қысымды көрсету арқылы көмектесем деп ойлаймыз ғой. Ешбір ана өзіне жақсылық, баласына жақсылық тілейді, любой ана, кез келген ана. Сондықтан көмектесем деп ойлайды да, сондай нәрселер айтуымыз мүмкін. Алайда ол көмек бермейді және ол ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Керісінше балаға ондай сәтте көбірек қолдау беру қажет. Балам, бұл өмір бойлық бір нәрсе емес, уайымдама, мен қасыңдамын, кез келген тығырықтан бірге шығамыз, мен бармын деген бір сезім болса, мен артымда ата-анам бар, болды, онда мен ештеңеден қорықпай алдыға жылжи алам, кез келген нәрсе жасай алам, қателесуіме де болады деген оймен бала кірсе экзаменге, мамандық таңдаса, онда уже более расслабленный, уже миы жоғарғы дәрежедегі ми, яғни жалпақ тілмен түсіндіріп жатқанда, ол сол қосады. Яғни адам дұрыс ойлана алады, дұрыс шешім шығара алады. Сондықтан өте маңызды деп ойлаймын ата-ананың қолдауы. Сіз айтып жатырсыз, енді ешқандай ата-ана өзінің баласына жамандық тілемейді. Ол солай өзінің бір қате болса да бір көмектесейін деген ниеті ғой. Енді ата-ананың көзінше қалай баланы ештеңеге қызықпаса қызықтыруға болады. Конкретно бір
отрасльдарға мысалы. Иә, түсініп тұрмын. Бірақ мынандай өте көп ата-ана маған солай келеді. Менің балам ештеңеге қызықпайды, тек қана сол не істеп отырады деп та, мысалы соткаға шұқылап отырады дегендей. Бірақ мен айтар едім, ештеңеге қызықпау деген нәрсе жоқ. Ол жерде бірнеше себеп бар. Баланың ештеңеге қызықпаймын деген жауабының артында бірнеше себеп бар. Оны айта кетсек, мысалы, бір ол дәл қазір таңда ресурсы өте төмен болуы мүмкін бала. Қатты шаршағаннан, қатты қиналғаннан. Екіншісі, до того қатты қысым көрсетіліп жатқан болуы мүмкін. Өз қалауын айтса, мысалы, допустим, айту мүмкін, бала журналист болғым келеді, бірақ ата-анасы оны осуждать ете ма, түсінбей қала ма деп қорыққандықтан айтпай қоя салуы мүмкін. Мысалы, келесі бір себеп қысым. Үшінші себеп өзін жай ғана толыққанды тани алмай жатыр бала, ол да болуы мүмкін. Ол да бір үлкен катастрофалық проблема емес, шешуге болады. Қазір шешудің өте көп жолдары бар да. Адам өзін сезе алмаса, шынымен де мен потенциалым қайда келеді, білмеймін деп тұрса, онда жасауға болатын бірнеше әрекет бар. Сол әрекеттерді айтып берсең. Әрекеттерге айтсақ, мысалы, біріншісі ол баланың бірінші, мысалы, нақты әрекеттермен жүретін болсақ, бірінші баланың өткен шағына қарау қажет. Бала, мысалы, кішкентай кезінде не нәрсеге қызықты. Мысалы, көбісі сол кезде айтады: білмеймін, мен просто футбол ойнайтын едім деп та. Бірақ мен одан кейінгі келесі сұрақ қоямын: футбол ойнағанда саған сол процесте нақты не ұнайтын деп. Сол кезде ол айтады: маған көбінесе, шынымды айтсам, защитник болған ұнайтын деп. Неге десем, бір қорғаған кезде, біреуді бізге топ келмей қалған кезде мен өзімді күшті қорғайтын, күшті сезінетін деп. Защитник, скорее всего, адвокат, прокурор сияқты мамандықтарға жақсы келеді. Себебі балаға защита беру сезімі өте қатты ұнайды дегендей. Кейбір кісілер бар: нет, мен наоборот нападающий болған ұнайды дегендей. Они очень рискованные, алдыға жүргенді ұнатады, там сондай бір жігіттер да. Ол кісілерге мен көбінесе айтар едім, скорее всего, бизнес несіне кетсе, там маркетинг, там бизнес ашу, стартапер деген сияқты нәрселер, скорее всего, қолынан келеді деп. Біреулер бар, мысалы, просто тек қана мен неде тұрсам болды деп та, голда, например, дегенде, да, вратарь ретінде да. Возможно, ол жігіттерге әрине тағы да қосымша сұрақтар қоям. Стабильность ұнауы мүмкін да, 9-дан 6-ға дейінгі жұмыс дегендей. Және бізде қазіргі қоғамда 9-дан 6-ға дейінгі жұмысты да не істеп тастаған ғой. Ой, 9-дан 6-ға дейін отырасың ба, там 3-4 сағат қана күнне жұмыс жасап, күшті емес па деген сияқты, мысалы, там үйден жұмыс жасайсың деген нәрсені қатты прям романтизировать еткізіп көрсетілуде. Сөздің шыны керек, 9-дан 6-ға дейінгі жұмыста өте қатты қажет сфера, және де ол жерде де адам жұмыс жасап бақытты бола алады. Бақытты адамдар жүр ме? Әрине жүр деп айта аламын. Сондықтан офиста жасауға да болады. Ал егер қыз келу мүмкін, мысалы, мен көбінесе там кукла ойнағанды ұнататын, немесе мен көбінесе қасындағы соседкаларды жинап пикник ұйымдастыратынмын деп та. Демек, уже көрініп тұр, қыздың бір ұйымдастырушылық қабілеті бар, лидерский қабілеті бар, идея, креативность бар, значит, в эту сферу дегендей да. Бұл база, просто сөйлесу арқылы болатын нәрсе. Жоқ, олай да білмеймін, немен ойнаған, вообще есімде жоқ дейтін адамдар болады. Вообще неге қызыққаным есімде жоқ, вообще ойнамадым дейтіндер де болады. Енді неше түрлі бала болған соң. Екінші жол ол тесттан өту. Қазіргі таңда тесттардың өте көп түрлері бар. Нақты просто өзің танымасаң келді, тест тапсыра қойды. Ол тек қана галап емес, қазір тек қана бәрі галапты таниды. Галаптан да бөлек тегін тесттар неше түрлі бар да. Там бүкіл сайттарда қаншауын өтіп, адам өзін тани алады. Мен мынандай екенмін ғой. Мына жерде мынандай реакция береді екен, демек маған более офисный жұмыс ұнайды, стабильность ұнайды. Немесе, мен мынандай екенмін, там обществоны жақсы көремін, сөйлеген жақсы көремін. Маған больше мынандай жұмыс деп та. Тем более қазіргі таңда жұмыстың түрі өте көп. Және қазіргі айтпақшы өте үлкен бір зерттеулерге жүгіне отырып айта аламын. Бұрындары, мысалы, бір мамандықпен қанша жыл адам жұмыс жасай алатын. Өз мамамызды ойлап қарасақ, қалай ойлайсың? Ұзақ, өте ұзақ. Өте ұзақ. Мысалы, қанша жыл? Әкемізде, например, 30-40 жылдай бір жерде істеп жүре береді. Иә, мысалы, менің де анам 20 жылдық тәжірибесі бар, мұғалім деген сияқты, 30 жылдық тәжірибесі бар. Яғни ол жылдары бір мамандықтың өмір сүруі несі, талоны өмір бақилық болатын. Бір рет мұғалімсің, өмір бақи мұғалімсің. Ал қазіргі таңда ол жыл өте қатты азайды, және бір адам концентрированно бір мекемеде қызығушылықпен жұмыс жасау жылы 4 жыл.
қазіргі таңда үлкен адамдар арасында ма? Кез келген неде профессияда адамдар көбінесе, то есть қазіргі біздің поколенияны жаңа айтып жатырмыз ғой, соларды. Сондықтан бұл нәрсеге мамандық таңдауға өмірімде бір-ақ рет таңдаймын, ойбай, дұрыс таңдауым керек деп қатты стрессовать етудің қажет жоқ деп ойлаймын. Себебі сен ол мамандық мысалы 4 жыл бір жерде болуы мүмкін, ішінде өзгеру мүмкін. Мысалы мен өзім психология саласын таңдадым, бірақ психологияның да іші көп қой. Отбасылық психолог бар мысалы, да, там отбасылық психолог ретінде 4 жыл жұмыс жасадым, ұнаған жоқ, тұлғалық психологқа ауыстым, ұнаған жоқ дегенде бәлкім там шаршайсың, немесе болды, бұл жерден басқа нәрсеге секіргім келеді деген бір сезім болады. Сол кезде басқасына ауысасың. Бірақ сфера жақын болады да көбінесе. Тура сол сияқты, мысалы сіз бастауыңыз мүмкін, юриспруденция оқып алған болуыңыз мүмкін, бірақ 4 жылдың ішінде сол өзгерістерді жасап отыруыңыз мүмкін. Сондықтан қазір бір адам орталама деп айтып жатады, average деген нәрсе бар. Бір жерде тұрақты тұра алу жылы ол 4 жыл болып тұр қазіргі таңда. Ол өте үлкен шок информация, және де қазіргі таңда жаңа реалии, соған уже бейімделу қажет, соған уже дайын болу қажет. Өте қатты 1-2 жылдың өзінде, мысалы 2 жыл бұрын кім ойлады, ChatGPT деген адамның достары пайда болады деген секілді, қазір уже ол бүкіл жерде бар дегенде ғой. Сондықтан біріншісі демек өз-өзіңе сұрақ қою, кезінде процестен дәл не ұнады дегендей, екінші ол тесттардан өте алу, және де тесттан өтіп қана қоя салып, болды мен результатым шықты деп түсіне алмай жатса, онда үшіншісі маманға баруға қорықпау керек деп ойлаймын. Мысалы психологқа келуге қорықпау керек деп ойлаймын. Профориентолог деген кісілер бар, соларға бару керек деп ойлаймын. Себебі ол қатты қиналып жатсаң, неге қазіргі мүмкіндікті қолданбасқа? Соларды бара тест өтесің, жасайсың, одан кейін уже сенде нақты бір картина қалыптасады. И ол картинамен шешім шығару оңайырақ болады. Чем отырып алып гадать еткеннен гөрі, да? Керемет. Енді ұбт-ға келетін болсақ, ұбт өте адам өмірдегі, жасөспірімдер өмірдегі важный кезең. ұбт-дан өтпей қалсам өмір сүрмеймін, болды, мен тағдырым бүлшіт болады деген ұғымдар да бар. Сол ұбт-ға дайындалу барысында психологиялық қысымды қалай азайтуға болады? Өйткені ол жейді ғой сені. Енді қалып кетесің ғой ол кезде. Есіктер жабылып қалады деген. Ең бірінші психологиялық қысымды азайтуға ең күшті нәрсе ол сол ұбт-ны жалғыз есік деп қарамау. Себебі сол кезде сен жалғыз есік сияқты қарайсың да, ол есік жабылып қалса болды өмірден түңіліп кетесің да, бітті. Мысалы қазіргі таң біздікі еще более-менее Қазақстанда, негізі мысалы Корея мемлекетіне қарайтын болсақ, ол жерде ұбт-ға ұқсас бір экзамен бар. Олар оған 4 жастан бастап дайындалады. 3 жастан садиктен бастап өліп тұрып дайындалады. Түспей қалса, еще Кореяда конкретно сол күндерді көбірек полиция көбейтеді, көбірек нені көбейтеді. Неге? Себебі суицидальные мысли. Сразу бала түспей қалды, результат еще бір айдан кейін шығады. Бір ай бойы адам стрессте болады. Содан кейін результат күні барлығы там бүкіл мемлекет дайындалады, баласының қасында болып, суицид болып қалмасын деген сияқты. И одан кейін результат шығады. Неге олай? Себебі Кореяда шынымен де солай да, там бір ғана шешімге өте көп нәрсе байланып тұр. Бірақ біздің Қазақстанда мен айтар едім, ол олай емес, және де бізде қазір өте көп мүмкіндіктер бар. Я осы жыл түсе алмай қалдың. Басқа да мүмкіндіктер бар. Келесі университеттерге түсудің басқа жолдары бар. Сондықтан просто бұл бір ғана есік деген осознанияны мидан алып тастап шире қарағанда, ол кезде уже адамның ішіндегі стресс, кортизол гормондары азаяды. Сондықтан тек қана сол ғана көріп тұрым деп ойласаңыз, просто ойлаңызшы, мысалы, зерттеп қараңыз, айналаңызда НТ-дан жақсы балл ала алмай қалып, өмірін басқашалай өзгерткен адамдарды тауып көруге тырысыңыз. Ол блогерлардың арасында болуы мүмкін, мысалы, айтып жатады ғой, НТ-дан там 1 балл жетпей қалды, бірақ мен сосын соның арқасында мынандай бизнес бастадым деген секілді. Сондықтан мен айтар едім, осы бір ғана ой көп нәрсені өзгертеді. Осы ойда ұзақ тұрыңыз, және де соны зерттеп қараңыз. Және НТ жалғыз есік емес екендігіне өзіңіз подушка дайындаңыз. Мысалы, НТ-ға түспей қалсам, онда жазда тағы мына университеттерге былай тапсырып көрем, мына жерлерге барып көрем, мына шетелге барып көрем дегендей есіктер негізі қазіргі таңда өте көп деп айта аламын.
келесі біздің сұрақ ол 9-11 сынып оқушылар негізі олар өзін үлкен, мен тұлғамын деп санайды, бірақ кішкентай әлі өмірін қандай не екенін не күтіп тұрғанын білмейді. Олар өздерін қалай тани алады, қандай сұрақтар қою керек өзіне? Өз-өзіне мен көбінесе мынандай айтар едім, мен дәл қазір не қалап тұрмын, не сезіп тұрмын деген сұрақтарды көбірек қою керек деп ойлаймын. Ол қыз нету разницы, екеуі де қою керек. Және де егер адам сол нәрселерді түсіне алса, нақты қазір не қалап тұрғандығын, адам уже өзімен бір контакт орнайды. Мысалы, көбінесе 9-шы, 10-шы, 11-ші класс ол подростковый периодтың бір соңғы периодтары, және де үлкен бір неге жасқа келе жатқан секілді бір периодта. Сол кезде өте маңызды және көбінесе дұрыс емес шешімдер қабылданатын период деп айта аламын. Дұрыс емес қоғам таңдап кетіп жатады, дұрыс емес достармен дос болып кетіп жатады. Дұрыс емес деп айту өте біртүрлі естіледі, бәлкім жаман жолға түсу деген қазақта сөз бар, сол нәрсемен айта аламын. Сол периодтар өте маңызды деп айтар едім. Және де егер ата-анаңыздан қолдау көре алмай жатсаңыз, онда басқа достардан қолдау іздегенше өз-өзіңізге қолдау беруді үйреніңіздер. Және де ашық-ашық кейде ата-анаға да айтып үйрену керек деп ойлаймын да. Мама, дәл қазір маған сенің мынандай сөздерің қатты қажет деген секілді. Олар сіздің ата-анаңыз, олар сізді бәрібір қатты жақсы көреді, не істесе де сізге деген үлкен махаббат және уайыммен істеп жатыр. Сондықтан ашық болуды айтар едім. Қандай проблема болсын, кішкентай осы 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныпта мен қанша адамдармен жұмыс жасадым, ең қиын шешімдер, ең қиын бір периодтар өтіп жатады. Мысалы, беременный болып қалдым, бірақ ата-анама айтпадым деп жатады. Мысалы, немесе дұрыс емес мамандық таңдап қойдым, дұрыс емес мектепте мені мүлдем буллинг жасап жатыр деген секілді. Көп кезде бұл жас жаңа өте күшті айтылды. Өзіңді үлкен сияқты сезінесің, бірақ до того үлкен емес, ол проблеманы шешетіндей. Ондай кезде қасында әлі опора бар екендігін ұмытпа деп айтар едім. Ол әрине ата-анаң я қиын болады, я оңай болмайды, бірақ сонда да ата-анаға жүгіне аласың. Және келесі тағы да маңызды момент ол осы периодтарда өзіңмен сұрақ қоюға тырыс. Мысалы, сен қалай ойлайсың, барамыз ба, бармаймыз ба деген сияқты тіпті оңай сұрақтардың өзінде бірінші өзің жауабыңды естіші. Сен барғың кеп тұр ма ол мекемеге, ол жерге, ол кешкі караокеға барғың кеп тұр ма дегендей да, жалтақтап, анау баратыр екен, мынау баратыр екен деп кете салмай, бірінші өзіңнің қалауларыңды естіп үйренсең, 9-шы класстан бастап мысалы да, 11-ге таяу сен тіпті кім болғың келетінін де өзің түсінетін боласың. Осы нәрсені ұсынар едім. Жақсы, рахмет. Енді андай қосымша сұрақтар қойсақ, қазіргі таңда ең көп мен осы мамандықты қате таңдадым деген мамандық ол қайсысы? Бұрын мен ойлайтын бұл мұғалімдік деп, бірақ университетке келгелі IT деп айта аламын. Көбінесе солай қателесіп қалып жатады екен. Қазіргі таңда осы бақытты болу үшін, грубо говоря, осы заманға сай болу үшін, бейімделу үшін ең маңызды soft skill. Эмоциялық интеллект екеніне 100% айта аламын. Эмоциялық интеллектті көбейту soft skills, ең мықты soft skills. Оны көбейтуге болады ма? Әрине жоғарылатуға болады. Жұмыс жасау арқылы, терапия арқылы, кітаптар оқу арқылы, өзің дамыту арқылы әрине. Ол 3-4 секундта даже байқалады адамның эмоциялық интеллектісі қаншалықты жоғары, төмен екендігі. Шын, андай сұрақ, бақыт үшін ақша ма или сүйікті іс пе? Бірақ ол ақша алып келмесе. Екеуі де дер едім. Екеуі таңдау керек деп ше. Баланс табу керек па? Әрине. Қазір жастарға ең керегі не, сіздің ойыңызша? Қазір жастарға ең қатты керегі, қазір сізде натуральный энергия бар, сол энергияны дұрыс қолдануды білу керек деп ойлаймын. Себебі 30-дан кейін ол натуральный энергия тоқтайды, оған дейін давайте күштілеп тұрып, қазіргі бар энергияны дұрыс ресурсқа қолданыңдар дедім. 17 жастағыларға бір кеңесіңізді айтып жүрсеңіз? Қорықпаңыздар, секіре алыңыздар, үлкен мүмкіндіктерді еш қорықпай қолданыңыздар деп айтамын. Сонымен сізге көп рахмет, өте пайдалы, өте қызықты сұхбат болды. Көп рахмет Сүйрік ханым. Қоштасып алсаңыз. Сіздерге де үлкен рахмет мен шақырғандарыңызға. Бүгінгі сұхбат мен үшін де өте қызық өтті. Құрметті біздің көрермендер, осымен біздің кезекті қызық өткен подкастымыз аяқталды. Сізді Тәлім-Про арнасынан күтеміз. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және келесіде кімді күтейік, кімді шақырайық, айтып кетсеңіздер.